Шпинатный рулет дайындаймыз. Өте сәнді көрінеді және дәмі де өте ерекше. Ол үшін 150 грамм шпинатты жуып, үстіне қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Шамамен 3-4 минутқа қалдырамыз. Осы кезде 5 жұмыртқаны ағы мен сарысын ажыратып, сарысын блендердің ішіне саласыздар. Ыстық суда біраз уақыт тұрған шпинатымызды алып душылаққа саламыз және де үстінен салқын су құйып, суынан сорғытамыз. Және оны блендерға салып, жаңағы 5 жұмыртқамызбен бірге 1 келкі масса болғанша әбден езіп аламыз. Және оның үстіне үлкен қасықпен толтырып 3 қасық ұн саламыз. Жарты чай қасық разрыхлитель саламыз. Осы массаны 1 келкі болғанша блендермен езіп аламыз. Жұмыртқаның ақ уызына жарты шай қасық тұз саламыз және оны миксермен жақсылап шайқаймыз. Бисквит жасағандай қылып, әппақ көбік болғанша шайқап алуымыз керек. Және де оны шпинатты массаның үстіне қосып, 1 келкі болғанша араластырып аламыз. Қатты араластырудың қажеті жоқ, өйткені белогымыз отырып қалуы мүмкін. Сол себептен 1 келкі болғанша ғана араластырамыз. Формамызға пергамент қағазын төсейміз және де оған міндетті түрде май жағып аламыз. Жаңағы шпинатты массамызды 1 келкі етіп жайып шығамыз. Форманың өлшемі 30-40 см. 180 градус қызып тұрған пеште шамамен 15 минут пісіріп аламыз. Пергамент қағазын алып, пищевой пленкаға ыстық күйінше жасыл түсін сыртына қарата орап қоямыз. Шамамен жарты сағат өткеннен кейін рулетімізді ашып, ортасына бір тегіс етіп, творожный сырымызды жағып шығамыз. Және семга балығын жұқа тілімдерге бөліп, тек бас жағына ғана 2 қатар қылып қоямыз. Ораған кезде өте мұқият орауымыз керек. Видеода көрсетілгендей бір шетінен бастап өте тығыз қылып орайсыздар. Дайын рулетімізді 4-5 сағатқа немесе 1 түнге холодильникке саламыз. Морозильникке мүлдем салуға болмайды, құрамында творожный сыр болғандықтан тураған кезде шашылып кетуі мүмкін. Ас болсын.